Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Егер де дүние жүзінде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Гибатулланың қабырғасын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Жаңа әлеуметтік кодекстің жобасы мемлекет басшысының қарауына ұсынылады. 1 шілдеден бастап мемлекет күшіне енеді. Ведомствоның қаралуына қазіргі зейнетақы сурпақты қамти алады. Құжатта базалық зейнетақының арттыру қарастырылған. 2024 жылының 1 қаңтарынан бастап болашақ зейнеткерлер үшін жұмыс берушілердің қосымша зейнетақы жарналары талап етілуі негізделген. 98 жылға дейінгі 98 жылдан кейінгі зейнетақыға шыққан зейнеткерлер зейнетақының негізгі бөлігін мемлекеттен, ал болашақ зейнеткерлер жинақталушылар ise зейнетақыдан алатын болады, дейді еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі міндетін атқарушы Назгүл Сагиндикова. Сонымен қатар кодекс нормалары инвесторлықтары өз кезегінде басқаруға мүмкіндік береді. Азаматтар белгіленген шектік сомасын бизнеске не болмаса белгілі тұрғын үй сатып алуға жұмсай алады. Салымшылар алынғаннан кейін қалған зейнетақы сомасын немесе және де жинақталған зейнетақының 50%-ін жеке басқаруға бере алады. Бұл ретте жинақталған зейнетақы тек қана ұлттық банк жинақтарына ғана болатынын атап өткені жөн, деп қосты спикер. Сонымен олар басқарушы компаниялардан таңдаған кезде олар өздері бақылап отыруы керек, деп қосты. Қазақстандықтардың зейнетақысы бір жылдан 11,14%-ға өсті. 1 наурыздағы жағдайы бойынша зейнетақы салымшыларының жеке шоттарында 15,13 триллион көлемінде болды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.